Қайырлы күн, бүгін сіздермен ең дәмді, қолжетімді қоспалармен жасалатын пирог из газеты Нью-Йорк Таймс пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен слива, яғни қара өрігімізді сүйегінен ажыратып аламыз. Бізге қажетті заттар: бөлме температурасындағы жұп-жұмсақ сары май, қант, сары майымыз бен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Екінші жұмыртқамызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанынша миксерлейміз. Алдын ала електен өткізіліп алған ұн мен разрыхлителімізді екі бөлікке бөліп, жақсылап біркелкі масса шыққанша миксерлейміз. Массамыз осылай қою болып шығады. Осылай біркелкі етіп жайып алып, сүйегінен ажыратып алған сливаларымызды пирогымыздың үстіне осылай салып шығамыз. Сливаларымызды салып болғаннан кейін үстінен корица мен қоңыр қантымызды араластырып, екеуін осылай сеуіп шығамыз. Пирогымызды алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Осылай жұп-жұмсақ, сүп-сүйкімді, дәмді болып пісетініне 100% сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің келесі видеоларымды көргілеріңіз келсе, мені жоғалтып алмау үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлманат. Келесі кездескенше.